Армысыздар, құрметті оқырмандар. Жол жайын білмесең, жүргеннен сұра, сөз жайын білмесең, білгеннен сұра демекші. Мына сары түске өткен кезде бізге штраф сала ма, салмай ма? Қиылыста сіз сары жанып тұрған кезде қиылысқа шығып қойып өтіп кетсеңіз, сіз ереже бұздыңыз ба, немесе ол заңды ма? Міне осы туралы анық нақты айтып өтейік. Және мына жасыл түс мигать еткен кезде, жасыл түс жыпылықтаған кезде сізге жүруге рұқсат па? Құрметті оқырмандар, қараңыздар. Қазір мына үлкен қалаларда, Астана, Алматы, сол қалаларда мына жасыл түс мигать еткеннен кейін сары жанады ғой. Сол сары жанғаннан кейін сіз қиылысқа атып шығатын болсаңыз, сізді камера автоматты түрде ереже бұзушы деп анықтап, сізге айыппұл жазып береді. Яғни сергек камералар, автоматтандырылған камералар. Енді осы камералар бұрын автоматтандырылмай тұрған кезде, мысалы олар сіздің мына сарыға өткен кезде сол жерде сізді қызметкер көріп қоятын болса, сол жерде фиксировать етіп сізге айыппұл жазып беретін еді. Ал қазір жаңағы үлкен қалаларда атап өткен мына сергекке енгізіп жатыр. Мына сары түске өтсе, бұл ереже бұзушы, оған айыппұл салыну керек деп. Яғни сізге камера бірден сол жерден айыппұлыңыз жазып береді. Енді құрметті оқырмандар, қараңыздар. Сары түс аяқ астынан ол мына қиылысқа шығуға тыйым салатын түс болып қалған жоқ, яғни сигнал болып қалған жоқ. Сары сигнал светофордағы ол ереже бойынша бұрыннан бері тыйым салатын сигнал. Ол ескерту сигналы емес. Ол ескерту сигналы, бірақ ол сізге жүруге рұқсат бермейді. Ереже бойынша, мысалы, кітапты ашып қараған кездің өзінде ережеде нақты жазылып тұр. Сары түс ол мына келесі қызыл жанатын немесе жасыл жанатын сізге ескертеді. Енді сол сары түс сізге жүруге тыйым салады, қиылысқа шығуға тыйым салады. Сол себептен мына жасыл мигать етіп жатқан кезде көбісі ойлайды, жасыл мигать етеді, одан кейін сары жанады, одан кейін қызыл жанады, әлі қайда біраз бар өтіп кетемін ғой деп. Ол болмайды. Сіз мына қиылысқа шықпай тұрып, егер жасыл мигать етіп жатса, онда сіз қиылысты өтіп үлгермейтініңізді білсеңіз, сары жанғанға дейін мысалы, сіз онда қиылысқа шықпауыңыз керек. Бірақ енді мүмкіндік болмай, кәдімгі экстраны тормоз ету керек болатын жағдайлар болады. Сіз мүлдем үлгермейсіз уже. Сондай кезде қиылыстан өтіп кетуге болады. Жаңа жасыл мигающийға өтуге болады. Ал сарыға мүлдем өтуге болмайды. Түсіндіңіз ғой? Енді қазір көп ақылдылар былай сұрайды. Біз қазір зеленый мигающийға шықтық ал. Сосын қиылыстан өтіп бара жатыр, сары жанып жатыр. Сол кезде штраф жазыла ма деп. Құрметті оқырмандар, сізге мына стоп линияны кесіп өткеннен кейін есептеледі. Яғни камералар барлығын көріп отырады. Сіз стоп линияны кесіп, жасыл мигающийға кесіп өтсеңіз, онда сізге рұқсат беріледі әлде де жүруге. Бірақ соның өзі қауіпті екенін сізге ескертемін. Себебі жасыл мигать етіп одан кейін сары жанады ғой. Енді сары жанған кезде, демек ол жүруге тыйым салынып тұр сіздерге. Содан кейін сіз қиылыстан өтіп үлгересіз ба, үлкен қиылыста арғы өтіп үлгермейсіз ба, ол үлкен сұрақ. Сол себептен мигающийға да басып, қатты газды басып өтіп кетем, үлгерем деп, олай асығудың, жанығудың қажеті жоқ. Енді болмай қалған жағдайлар болса, оны кешіруге болады әрине. Бірақ сіз жүргізуші ретінде өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлауыңыз керек, және мына көлікте отырған жандардың қауіпсіздігін ойлауыңыз керек. Ал өтіп кеттік ал. Айыппұл қанша дейсіздер? Егер сіз сары түске светофорда өтіп кететін болсаңыз, онда сізге бірден 36.920 теңге айыппұл төленеді. Ол аз айыппұл емес. Ал егер сіз оны бір жыл ішінде қайталайтын болсаңыз, онда 110.760 теңге айыппұл төлейсіз. Бұл аз айыппұл емес. Құрметті оқырмандар, мәселе бұл жерде айыппұлда емес, мәселе қауіпсіздікте. Бұл айыппұлдан қорыққаннан сіз ережені сақтап жүрмеңіз. Сіз өзіңіз түсініп жүріңіз. Ол қауіпті жасыл мигающийға өтуде, сарыға өтуде, қызылға өтуде. Енді бұл сары мен қызыл тыйым салу белгілері екенін түсіндік. Яғни сізге сары мен қызыл қиылысқа шығуға мүлдем тыйым салынады. Түсіндіңіз ғой? Тек жасыл ғана рұқсат береді. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар. Құрметті оқырмандар, мына алдыңғы видеода мен осы қиылысқа шығу туралы нақты айтып өттім. Қиылыстан қалай өту керек, светофордың қандай сигналында қалай әрекет жасау керек деген сияқты. Осы қиылыстарда светофордың тыйым салу сигналында өту фактілері бойынша көп деген жаңа жол көлік оқиғалары болып жатыр. Бұл қиылыста болатын жол көлік оқиғаларының ең жаманы олардың салдары ауыр. Себебі үлкен жылдамдықпен болады бұл жерде. Осындай неше түрлі жағдайлар болып жатады жолда.
Сондықтан құрметті оқырмандар, ережені өзіңіз үшін түсініп жүріңіз. Сізге айыппұл салсын, айыппұл салмасын, ол қанша рет сізге айыппұл салса да, мына жүргізушілік мәдениетіңізді көтеруге атсалысатын тек өзіңіз. Яғни жүргізушілік мәдениетіңізді көтеру ол тек сіздің қолыңызда. Сізге қанша айыппұл салса да, ол көтерілмеуі де мүмкін. Мәселе бұл жерде сіздің жолда ережені жақсы біліп, оны түсініп, қауіпті жерлерде өте сақ жүріп, және А нүктесінен Б нүктесіне аман-есен жетуді ғана ойлап жүрсеңіз, рөлде отырғанда, онда ештеңе болмауы әбден мүмкін. Қиылыс аумағы дегеніміз, міне мен сіздерге сызықпен көрсетіп тұрмын. Қиылыс, міне осы қиылыста сіз солға бұрыласыз, оңға бұрыласыз, кері бұрыласыз. Осы жерде сіздің маневріңіздің барлығы орындалады, қиылыстың аумағында. Енді бағдаршамның сигналы сізге жасыл жанған кезде, сіз мына стоп линиядан асып қиылысқа шығасыз. Қиылыс аумағы, мен сіздерге айтып жүрген, ол қауіпті, ол жерде барлық бағыттағы көліктер бір-бірімен қиылысады. Енді стоп линияларды қараңыз, стоп линияларды мен сізге көрсетіп тұрмын мына жерде. Сізге жасыл жанған кезде стоп линиядан асып жүресіз, қызыл жанған кезде стоп линияны баспай, стоп линияның алдында тоқтайсыз. Енді бұл тоқтау сызығын білесіздер. Қазір мен сіздерге тоқтау сызығын неге көрсетіп тұрғанымды айтайын. Мына сізге сары жанған кезде, сіз осы тоқтау сызығынан асып кететін болсаңыз, немесе қызыл жанған кезде, міне сіз ереже бұзушы болып есептелесіз. Сондықтан да сіз мына қызыл немесе сары түске сіз қиылысқа атып шықпауыңыз керек. Одан кейін мына көрсетілген жағдайда қызыл автокөліктерге, мысалы сары жанып, одан кейін қызыл жанып, олар тоқтап жатыр, мына қызыл автокөліктер. Одан кейін мына ақ автокөліктерге сары жанып жатыр. Сары жанған кезде мына ақ автокөлік қиылысқа атып шығады. Мысалы осындай жүргізушілер бар. Жасыл жанғанын күтпей, сары жанса болды, қиылысқа атып шығады. Ол кезде мына қызыл автокөлік жақтағы жүргізушілер маневрын аяқтап жатуы мүмкін. Солай қиылыста жол көлік оқиғасы орын алады. Арттан сигнал беріп асықтырады біреулерді. Сол себептен жасыл сигналды күтпей тұрып, сары сигналға атып шығатын жүргізушілер өте қауіпті. Сіз олай жасамаңыз. Жасыл сигналды күтіңіз. Соның өзінде жасыл сигналға да атып шығуға болмайды. Жасыл сигнал жанғаннан кейін сіз қараңыз, мына алдыңызда пешеход жоқ па, қиылыста барлығы маневрын аяқтап бітті ма, сізге кедергі жоқ па деп, жасыл жанғанның өзінде де сіз еш жерге қарамай, мән бермей жүріп өтуге тыйым салынады. Ол қауіпті. Сол себептен сіз жасыл жанғаннан кейін де өзіңіз мұқият қиылысты таза екеніне, сізге ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіп жүрісіңізді бастай бересіз. Құрметті оқырмандар, мен сіздерге алдындағы видеода айттым, қиылыс ол қауіпті аймақ. Міне сары түстің біз мына тоқтаған кезде жасыл жыпылықтайды ғой, содан кейін сары жанады. Сол кезде жүруге тыйым салынатынын айттық. Және сіз енді жүрісіңізді бастайын деп жатқанда жасылды күтпей бірден сарыға жүріп кетуіңіз, ол да сізге ереже бұзушылық болып табылады. Барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне аман-есен жетуді тіледім. Және осы видеомен барлық жақын таныстарыңызбен бөлісіңіздер, барлығы біліп жүрсін. Жол ережесін түсініп, оның мағынасын ұғынып, және жауапкершілікті сезініп жүріңіздер.